5 sınıf. Kerimқұл Аружан 4 sınıf. Сабақтың мақсаты музыканы түсініп, сезініп, бірін-бірі тыңдап ойнау. Танытушылық. Оқушы өз бетімен оқып үйренуіне ықпал жасау. Музыкалық шығармаларды өзіндік ойнау ерекшелігіне қарай талдай білуге үйрету. Қазір бірінші оқушылармен соль-мажор ойнап шығайық. Соль-мажор дамасын жаттығу ретінде. Содан кейін домбыраларын келтірдік, құлақ күйін. Үй тапсырмасын тексереміз. Жаңа тақырып тыңдаймыз, қорытынды. Сабақтың барысы жаңағы ансамбль сабағы болғандықтан, ансамбль дегеніміз бірлесу, ұласу. Музыкадағы екі немесе одан да топ музыканттардың музыкалық шығарманы бірге қосылып орындауын айтамыз. Ансамбльге арналған шығармалар орындаушылар санына қарай дуэт, трио, квартет, квинтет болып бөлінеді. Мұғалім әрбір оқушымен жеке жұмыс істеп, оның партиясын тексеріп, аппликатура, штрих қою жұмыстарымен айналысып, әр оқушымен ерінбей, талмай жұмыс жасауы керек. Ансамбльдің жеке орындаушыдан және оркестр орындаушынан айырмашылығы, жеке орындаушының творчестволық жұмысы тек өзімен жекеше өтілсе, оркестр орындаушылары дирижерлардың басқарумен жұмыс істейді. Ал ансамбль болса, ансамбльдің оқушылары бірнеше адам бірігіп дирижерсіз ойнайды. Burada жазылғанда өлшемі 5-те 8, 8-ге 8 ауысып отырады, балалар. Енді қазір бірінші домбыра шартының дауысын тыңдайық. Содан кейін сендер Аружан, Каусар екеуі ойнап бердер. Содан кейін екінші дауысты тыңдаймыз. Ойнаңдар.